Под организацией совместной работы Центра развития молодежных инициатив, Музея города и Второй городской библиотеки в историко-краеведческом музее состоялся литературно-поэтический вечер. Здесь присутствовали и приняли участие любители творчества известного поэта-писателя Султанмахмута Торайғырова. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып, жатқанын түрдетін шықсы емес пе, жүргенше өмірдан алуға күнгі бағып белгі болған. Жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған мәдей балқып тұрған. Бұл сөзім қасып айтқан асылық емес, ойында оты барлар асылық демес. Жүрбейм деп тірі болсам надандықты, серт етіп өз-өзімен өткен емес. Главная цель воспитания у подрастающего поколения чувств патриотизма, чтения культурных наследий родного народа. В будущем мы планируем проводить и другие мероприятия крупного масштаба. Среди участников ученики театра «Алау». Для гостей они подготовили костюмированное театрализованное представление. Это отрывок из романа Султанмахмута Торайғырова «Кім-жазықты». Менің өз басым, бірақ мен Әжібайға қосылғаныма разы емеспін. Тек ойлаған мені жастық дәуреніме балта шапқан мына бес құда болып отыр. Қалың мал салты құрсын демекпін. Активные участники мероприятия получили от организаторов благодарственные письма. Чтить и ценить народные традиции, наследие – это прямая обязанность каждого. Ведь одно из основополагающих духовного богатства человека состоит из знания и уважения культурных наследий наших предков.